Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өлең сөздің патшасы, сөз сарасы өлеңіндегі эстетикалық принцип. Сабақтың оқу мақсаты өлеңді интонацияның құрамдас бөліктерін сақтай отырып оқу, мәнерлеп, яғни логикалық екпінмен кідіріс жасай оқу арқылы сөз тіркестерінің лексикалық, образдық мәнін ашып, мәтіндегі жұмсалу мақсатын түсіну. Балалар, сіздерге ой түрткі сұрақ. Өлең дегеніміз не? Ықтимал жауабымыз мынандай. Өлең дегеніміз шағын көлемді поэзиялық шығарма. Ырғағы мен ұйқасы қалыпқа түскен, шумағы мен бунағы белгілі тәртіпке бағынған нақысты сөздер тізбегі. Енді оқушылар, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы өлеңінің аудио нұсқасын тыңдап алайық. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көп надан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Әуелі аят, хадис сөздің басы, қосарлы бәйітсымал келді арасы. Қисыны мен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбар мен он алласы. Өлеңге әркімнің ақ бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Іш алтын, сырты күміс, сөз жақсын, қазақтың келістірер қай баласы. Балалар, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы өлеңін Абай 1887 жылы жазған. Ақын өлең өнеріне жоғары талап қояды. Айтуға жеңіл, жүрекке жылы тиетін, арасында артық сөзі жоқ, ұйқасы да, ырғағы да, буыны мен бунағы да бір-бірімен үйлесетін, теп-тегіс жұмыр болса ғана нағыз өлең болатынын айтады. Осылай сөздің асылы поэзияны биік бағалаумен бірге, оны төмендететін олқылықтарды да көрсетіп, шын жақсы өлеңді ердің ері, данасы туғызады дейді. Шын жақсы өлең өзі де даналықтың айғағы деп ой түйеді. Өлең 11 буынды қара өлең ұйқасымен жазылған. Алғаш 1909 жылы Санкт-Петербургте жарық көрген қазақ ақыны Ибрахим Құнанбайұлының өлеңі атты жинақта жарияланған. Бұл туынды ағылшын, араб, башқұрт, белорус, қарақалпақ, қырғыз, орыс, өзбек, тәжік, түрікмен, ұйғыр тілдеріне аударылған. Балалар, біз жаңа өлеңді тыңдау барысында бізге мынандай түсініксіз сөздер кездесті. Сол сөздермен жұмыс жасайық. Бірінші сөз аят. Аят дегеніміз Құран сөзі. Хадис, бұл Мұхаммед пайғамбардың сөзі. Бәйіт, өлең деген мағынаны береді. Бәйіт мысал өлең. Үлгі, өнеге өлең деген мағына береді. Құтба, хұтба, уағыз оқу, сөйлеу мағынасында берілген. Мүнәжат, монежат, Аллаға жалбарыну, мақтау сөз айту. Уәли, әулие, пайғамбар деген мағынаны береді екен. Енді балалар, тапсырма орындауға көшейік. Сіздерге беріліп тұрған бірінші тапсырма өлең сөздерін толықтырыңыздар. Тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауабымен тексеріп қарайық. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиырстырар ер данасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бұл шумақта бізде жасырынған сөздер ер данасы және теп-тегіс сөздер болатын. Келесі шумақты қарайық.
Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбі надан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы, дейді Абай. Бұл шумақта бізде жасырылған сөздер былғанса және айтушы сөздер болатын. Жақсы, оқушылар, енді келесі тапсырмаға көшейік. Оқушылар, бізде келесі тапсырма мынандай. Берілген шумаққа сатылай кешенді талдау жасаңыз. Оқушылар, тапсырманы аяқтап болсақ, дұрыс жауабын тексерейік. Бізде берілген шумақтың авторы Абай Құнанбайұлы. Тақырып өлеңге берілген анықтама, ақындық ерекшелігі. Жанр түрі әрине ол поэзия. Идеясы сөздің асылы поэзия екенін, жақсы сөз даналықтың айғағы екенін жеткізеді. Шумақ, бір шумақ, тармақ 4 тармақтан тұрады. Бунақ 3 бунақ. Буын саны 11-12 буынды өлең. Ұйқас түрі қара өлең ұйқасы. Келесі тапсырмада оқушылар өлеңнің құрамынан көркемдегіш құралдарды табамыз. Балалар, орындалған тапсырманың дұрыс жауабын тексерейік. Өлеңде бізде мынандай көркемдегіш құралдар кездеседі. Теңеу, яғни өтірік пен өсекті жүндей сабап дейді. Жүндей деген жерде бізде теңеу көрініп тұр. Эпитет, іші алтын, сырты күміс сөз жақсысын, өлең сөздің патшасы, терең ой, терең ғылым іздемейді. Сонымен қатар, өлең құрамында метафора да кездеседі, балалар? Метафора мал үшін тілін безеп, жанын жалдап сөздерінде кездесіп отыр. Енді балалар, бүгінгі сабағымыздағы білгенімізді бекіту үшін сіздерге мынандай бекіту сұрағын ұсынамын. Ұлы Абайдың өлеңге қойған талаптары қандай болды? Берілген бекіту сұрағына оқушылар өз жауаптарыңызды болжамды жауаппен сәйкестендіріп көріңіздер. Ұлы Абайдың өлеңге қойған талаптары мынандай болды. Түрі мен мазмұнының жарасуы, сөз патшасы деп өлеңді бағалау, қиыннан қиыстырып құрастыру, бөтен сөзбен сөз арасын былғамау, айналасы теп-тегіс жұмыр болу, тілге жеңіл болу, жүрекке жылы тию. Ендеше оқушылар үйге тапсырма. Өлеңнің 5 шумағын жаттап мәнерлеп оқимыз. Сонымен балалар, біз бүгінгі сабағымызда Абайдың өлең сөздің патшасы сөз сарасы өлеңімен танысып, мәтіннің жұмсалу мақсатын түсіндік. Келесі білім алаңында кездескенше.